Баршаға сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгінгі рецептім бөлкелер, яғни тәтті бөлкелер өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ол үшін жылы сүт, бір жұмыртқа, ерітілген сары май, құмшекер, ұн және де қопсытқыш, аздаған тұз қажет. Ең алдымен сүттің үстіне жұмыртқамызды, құмшекерімізді және де сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін дрожжымызды саламыз. Дрожжымыз балғын болуы қажет, яғни свежий болуы қажет. Одан кейін тұзымызды саламыз. Ең соңында ұнымызды жаймендеп саламыз. Ұнымызды көп қосып қойсақ, бөлкелеріміз жұмсақ болмай қалады. Аз-аздан салып, өзінің мөлшерін жазып кетемін астында. Осылай жайменен салып, жұмсақ қамыр қылып илейміз. Міне мен илеп болдым. Бұның бетін салафанмен жауып, бір жарым сағатқа қойып қоясыздар. Қамырымыз өте жұмсақ болып ашыды. Бұларды бөлікке бөліп, барлығын бірдей етіп, бөлікке бөлеміз. Бөлген бөліктерімізді бетіне жауып қоямыз, себебі қатып қалмау үшін, және де 1 сантиметрдей қалыңдығы етіп жаямыз. Не көрсетілгендей. Және де ортасына мен құмшекер сеуіп жатырмын. Бұған кез келген нәрсе бола береді. Джем болсын, творог болсын, куркума болсын. Міне ортасын осылай кесіп, осылай орайсыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Өте оңай. Барлығын болғаннан кейін бетіне жұмыртқа жағып, 180 градус қыздырылған пешке саласыздар. Бөлкелеріміз пісті достар, өте нәзік, өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Бетін осылай сахарный пудрамен сәндесеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма жазылып кетіңіздер. Сіздермен болған Айгерім.